Саламатсыздар ма? 9 сынып алгебра пәні 3 90-ға арналған БЖБ тапсырмалары. Екінші нұсқа. Бірінші есепте бізде берілгені. Мына 150 градусты көбейтеміз, радианға айналдыру үшін пи бөлінген 180 градусқа. Сонда 180 градусқа көбейтсек, мына градуспенен градустар жойылады. 180-ді мен 150-ді қысқартсам болады, 30-ға қысқартып берейін. Мынаны да 30-ға қысқартайын. Сонда 150-ді 30-ға бөлсек бізде 5 қалады, оны пиге бөлсек 5 пи болады. 180-ді 30-ға бөлсем 6. Демек, мынау бізде 5 пи бөлінген 6 мынаған сәйкес келеді. Бірінші нұсқасы Б. Келесі 36 градус. 36 градус дегенімізді біз көбейтеміз пи бөлінген 180 градусқа, радианға айналдыру үшін. Мына градустар кетеді, 180 мен 36-ны қысқартсақ болады. Ол үшін біз 5-ке қысқартсам болады, 36-ға қысқартып жіберейін. Сонда 36-ны 36-ға бөлсек 1 қалады, оны пиге бөлсек пи, 180-ді 36-ға бөлсем 5 қалады. Демек пи бөлінген 5. Ол мына нұсқа. Келесі 240 градус. Оны көбейтемін пи бөлінген 180 градусқа. Сонда мына градустар кетеді. 240 пен 180-ді мен 60-ға қысқартсам болады. 240-ты 60-ға бөлсем бізде 4 қалады. Пи қалады. Мына 180-ді 60-ға бөлсем 3 қалады. Демек 4 пи бөлінген 3. Ол бізде мына жерде жасырынған, Келесі 4-ші 320 градусты біз айналдыруымыз керек радианға пи бөлінген 180 градусқа көбейтіп. Сонда мына жерде мен мына градустар кетеді, мына 0 менен мына 0 кетеді. 32-ні біз нешеге бөлсек болады? 4-ке бөлсек болады, Жоқ. 32-ні 4-ке бөлейінші жақсы. 32-ні 4-ке бөлсем 8 болады. 4-ке емес 2-ге бөлем, 2-ге бөлсем 16 болады. Мына жерде пи қалады. 18-ді 2-ге бөлсем 9 қалады. Сонда 20-ға қысқартсақ болады екен да, Сонда 16 пи бөлінген 9. Ол бізде міне Б нұсқасы. Келесі 0-дерін табыңдар деп берілген. А нұсқасы бойынша 0-дерін табу үшін 2 синус 2х-ті 0-ге теңестіреміз. Сонда синус 2х тең болады 0-ді 2-ге бөлсем 0 болады. Келесі 2х тең болады. Синус қай кезде 0-ге тең болады деймізде? Ол бізде синус қай кезде 0 градуста периоды пи-н еді, пи-н дейміз. Мұндағы n тиісті z-ке. Бұл бізде 2х тең болады. Пи дегеніміз 180 градус көбейтілген n дейміз. Мұндағы n тиісті z-ке. X тең болады. 180-ді 2-ге бөлем, сонда 90 градус қалады, көбейтілген n. Мұндағы n тиісті z-ке. X-тің орнына апарып, мысалға n дегеніміз ол бүтін сандар ғой. n-нің орнына 1-ді қойсам, сонда 1 көбейтілген 90, x-ім 90-ға тең болады. Мына жерге апарып қой 90-ды қоятын болсақ, мына синустың мәні 0-ге тең болады деген сөз ғой бұл. Келесі Б нұсқасы котангенс 3х тең болады 0-ге дейін. Осы жерде 3х тең болады. Котангенс қай кезде 0-ге тең болатын еді? Бұл бізде 90 градуста, Демек, 90 градус деп жазып қояйық. Немесе пи бөлінген 2 деп жазсақ болады, Пи бөлінген 2 қосылған, пи бөлінген 2 қосылған пи-н болады, Мұндағы n тиісті z-ке. Немесе 3х тең болады пи деген 180, оны 2-ге бөлсем 90 градус. Келесі қосылған пи деген 180 көбейтілген n. Мұндағы n тиісті бүтін сандар жиынына. Келесі x тең болады 90-ды 3-ке бөлем 30 градус. 180-ді 3-ке бөлем, бізде 60 градус қалады. Көбейтілген n. Мұндағы n тиісті z-ке. Мысалға, біз n-нің орнына қазір нешені берсек болады? 1-ді берсек болады. 1-ге 60-ты көбейтем, 60 болады. Оған 30 қоссам 90 болады. X-ім 90-ға тең болды. Мына жерге апарып қоятын болсақ,
Котангенс 3 көбейтілген 90 270 градус. Котангенс 270 градуста 0-ге тең. Келесі біз жұп тақтығын анықтайық. Егер f от x-ның орнына біз минус x-ті қойсақ, бастапқы f от x қайта шығатын болса, онда бұл функция жұп функция деп аталады. Жұп функция деп. Егер f от x-те x-ның орнына біз минус x-ті қойған кезде, бастапқы f от x шығып, сол функция қайта шығып, алдында минус пайда болса, онда ол тақ функция болады. Енді біз A нұсқасын есептеп көрейік. A нұсқасы бойынша бізде f от x деп алайын, мынаны сіздерге түсінікті болу үшін. Ол бізде синус x қосылған косинус x-ке тең. Осы жерде енді мен мына x деп тұр ғой. Мына жерде x деп жазылған, мына жерде де x деп жазылған. Егер мына жерге мен минус x деп қойсам, онда мына жерге мен минус x-ті қоюым керек. Синус минус x болады. Келесі қосылған косинус минус x болады. Осы жерде қарасаңыздар, бұл бізде синус минусты алдына шығарып жібереді де, минус синус x болады. Ал косинус минусты алдына шығара алмайды. Демек ол косинус x болады. Енді осы жерден біз бастапқы функция шықты ма? Егер мен минусты алдына шығарып жіберетін болсам, мысалға, синус x минус косинус x шықты. Бастапқы функция шыққан жоқ. Бұл бізде жұп функцияға да, тақ функцияға да жатпайды. Демек бұл бізде былай жазсақ болады. Жұпта тақта емес. Бұл жалпы жағдайдағы функция, немесе жалпы түрдегі функция деп атайды кейде. Келесі b нұсқасы бізде f от x тең болады котангенс 4x азайтылған синус x. Осы жерде x-тің орнына мына жерде x болған екен. Мына жерде x болған, мына жерде x болған. Мен осы жерге минус x-ті қойып көрейін. Онда ол котангенс минус 4x болып кетеді. Енді x-ті, минус x-ті 4-ке көбейтсе минус 4x ғой. Келесі азайтылған синус минус x болады. Енді котангенс минусты алдына шығарады. Сонда минус котангенс 4x деп жазсақ болады. Мына жерде минусты алдына шығарады. Мынаны ол плюс қылып жібереді, плюс синус x болады. Енді осы жерден мен минусты алдына шығарып жіберсек, біздер котангенс 4x минус синус x болады. Бізде бастапқы функция шықты, алдында минус бар. Тап мына бастапқы функцияның өзі ғой. Бірақ алдында не бар? Минус бар. Демек ол неге жатады екен? Тақ функция болады. Бұл бізде тақ функция болады. Келесі тангенс минус альфа көбейтілген косинус альфа қосылған синус альфа. Мына жерде минусты алдына шығарсақ, бұл бізде минус тангенс альфа болады. Өйткені ол тангенс тақ функция. Келесі қосылған синус альфа. Осы жерде минус тангенс дегеніміз не еді? Ол синус альфаның косинус альфаға қатынасы. Көбейтілген косинус альфа қосылған синус альфа. Тең болады. Анжеге сыймай қалды, енді тең деп жазайын жерге. Осы жерде мынау менен мынау кетеді қысқарып. Сонда бізде минус синус альфа қосылған косинус альфа қалды. Ой, синус альфа дегенім ғой. Мына жерде минус синус альфа қосылған синус альфа қалды. Таңбалары қарама қарсы болар кетеді де 0-ге тең болады. Келесі косинус квадрат альфа көбейтілген тангенс квадрат минус альфа азайтылған 1. Осы жерде косинус квадрат альфа, мына минусты квадрат деген плюске айналдырып жібереді, тангенс квадрат альфа болады. Азайтылған 1. Мына жерде косинус квадрат альфа көбейтілген тангенс квадрат альфа дегеніміз синус квадрат альфаның косинус квадрат альфаға қатынасы. Азайтылған 1. Енді мынау менен мынаны қысқартсақ болады. Сонда бізде синус квадрат альфа азайтылған 1 қалды.
Немесе осы жерден біз мен минусты жақшы шатына шығарып жіберейін. Сонда 1 азайтылған синус квадрат альфа қалады. Минусты жақшы шатына шығарсам, осындай болады. Өйткені мына минус, мына 1-дің алдын минус қылады. Мына минус пен мына минус плюс беріп, синус квадрат альфа азайтылған 1 қалады. Енді осы жерде негізгі тригонометриялық тепе-теңдік бойынша мына минусты жазып қояйын. Мынау бізде нені беретін еді? Ол косинус квадрат альфаны береді. Онда косинус квадрат альфа деп жазсақ болады.